Сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды және де видеомды соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Мен бүгін жасайтыным муравейник жасаймыз. Муравейник өте керемет, дәмді және де тез желініп кететін печеньелердің бірі. Өте дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ал енді муравейникті жасау үлгісін көрсетейін. Ең алдымен бізге ұн керек және де шамалы қасықтың ұшымен тұз саламыз және де кішкене қасықпен сода саламыз. Және бөлме температурасындағы майымызды салып, осылай ұнымызға араластыра отырып, қолымыздың көмегімен қамырымызды илейміз. Өте жұмсақ қамыр шығады. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Достар, енді ұндарыңыз көбейіп кетсе, егерде шамалы қайнаған су құйып илеп жіберсеңіздер болады. Ал егерде май өзі жеткілікті болып, ұнда бірдей болып жатса, ол кезде қоспасаңыздар да майдың өзімен осылай қамырды илесеңіздер болады. Өте жұмсақ қамыр шығады. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Достар, құрамын описание бөліміне жазып кетемін, астыңғы бөліміне. Осы құрамын астыңғы бөлімінен көріп жасасаңыздар болады. Енді бұл қамыр иленді. Енді бұл қамырды 2 сағатқа морозильникке қоямыз. Өйткені қамырымыз қату керек. Осы 2 сағат тұрды, қамырымыз қатты болып тұр. Енді осы қамырымызды осылай теркамыздың көмегімен майда көзінен өткіземіз. Осылай майда көзінен өткіземіз. Осылай жай өткізіп алыңыздар. Егерде қамырларыңыз жұмсақ болса, бұлай теркіден өткізу оңай болмайды. Қатты болған дұрыс, қамырымыз тез өтеді. Сосын пешке 180 градусқа 25 минутқа салып аламыз. Осылай салып аламыз. Қып-қызыл қамыр шығады. Нан шығады. Нанымыз өте күттірлеп, әдемі болады дәмі. Осылай пешімізге пісіріп аламыз. Пісіріп болған соң 1 сағаттай, жарты сағаттай суытып аламыз. Тез суиды. Сосын майдалап басқа ыдысқа аударамыз. Осылай басқа ыдысқа салып, тағы да үгітіп аламыз қолымыздың көмегімен. Сосын оған варенка саламыз. Варенканы холодильникте сақтау керек, мұздап тұру керек. Осы варенканы 2-3 қасық салып, 3 қасықтай салдым мен. Осылай араластырамыз. Әбден қамырымызды араластырамыз, нанымызды. Осылай нанымызды араластырып, басы біру керек. Осылай варенка сіңеді қамырымызға. Сосын стакан болса, осы стаканға салып, нығыздап, тарелкаге аударамыз. Осылай тарелкаге аударып қойсақ, өзі түсіп қалады. Осылай тарелкалерімізге салып, төңкеріп ала береміз. Осылай стаканға салып, біріктіріп, төңкеріп ала береміз. Өзі түсіп қалады, сырғып.
формасын шығарып аламыз осылай. Осылай формасын шығарып болғаннан кейін біз холодильникке бір 2 сағатқа или 1 сағатқа қойып алсаңыздар, муравейниктеріңіз қатып, әдем болып тұрады. Және де ол муравейниктің бетіне шоколад ерітіп, былай сәндеп құйып жібердім. Өте керемет муравейник шықты. Сосын қалғанын орта кесеге салып, тегістеп осылай торт шығара салдым. Өте керемет.